жатқан мерекелерді білеміз ба? Қандай мерекелер келіп жатыр? Дұрыс айтасыздар. 7 мамыр отан қорғаушылар күні. Сонымен қатар 9 мамыр ұлы жеңіс күні бар. Екі мереке қатар келіп жатыр. Енді сіздерге бірінші 7 мамыр отан қорғаушылар күніне тоқталатын болсам, балалар 30-тан 7 жылғы туған ел. Және Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әскерилерінің міндетті лагері. Мынау күнге толық әскерлер, яғни толық жеңіс мерекені әскери әскерлер. Олар жекелеген бағытта қорғауға дайындалады. Асыл текті туған, алаш кегін туған, ерлерім ел үшін белін бекем буған. Ақ тілек күшімен, ақ найза ұшымен қорғаған бабамның үлгі алып ісінен. Алға, алға, алға қазақ жігіттері, сенім артқан шансын халық үміттері. Көк аспанда желбіресін көк байрағын, жаса мәңгі қазағымның жігіттері. Жігіттер, биікке өрлеңдер, ел үшін, жер үшін намысты бердіңдер. Бардың күші дарып, жүрек дүрсіл қағып, жетіңдер жеңіске шаршы Biz ularni unutmauimiz kerak, ya? Biz ularni unutmaylik. Айлықтарыңызға сәттілік, бейбітшілік тілеймін, қуаныш болсын. Арайлым, еліміз тыныш болсын. Еліміз тыныш болсын. Сабақтан жақсы оқыңдар. Тату бірлік құтты болсын. Ата-анамызды тыңдайық. Мереке құтты болсын.